Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Алматы облысы Текелі қаласы номер 5 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жанакулова Роза Садыкановна. Сіздерге 1 сыныптың сауат ашу пәнінен 4 тоқсанның 1 аптасының 1 сабағы аз адамның арқауы, дыбыстар мен әріптер тақырыбы бойынша қашықтықтан оқыту сабағымды ұсынамын. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сауат ашу пәнінен қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы аз адамның арқауы, дыбыстар мен әріптер, 6 сәуір. Сабақтың мақсаты: мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау, сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз ажырату және дұрыс дыбыстау. Бағалау критерийлері: тыңдалған материал бойынша өз пікірлерін айтады, сөздердегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды анықтайды. Сөз жұмбақты шешеміз. Жауабын таба отырып, кестеге орналастырыңдар. Түйенің сүті — шубат. Ас атасы — нан. Алма қайда өседі? Ағаш. Сүт өнімдерінің бірі — май. Жылқының сүті — қымыз. Тігінен қандай сөз шықты? Тағам. Жарайсыңдар. Адамның ағзасына пайдалы тағамдар: бал, сүт өнімдері, жеміс-жидектер, көкөністер, сусындар. Адамның ағзасына зиян тағамдар: қытырлақ, газдалған сусындар, сағыз, шұжық. 1 тапсырма: адамға пайдалы тағамдардың тұсына қосу белгісін, ал зиянды тағамдардың тұсына азайту белгісін қойыңыздар. Кәмпит, қант сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар екенін тауып жазыңдар. Барлықтарыңыз назарларыңды бейне роликке аударамыз. Ендеше балалар, олардың ерекшеліктеріне тоқтала кетейік. Дыбысты біз естиміз, айтамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Дәптермен жұмыс. 1 тапсырма: сөйлемнен жоғалған әріптерді тап. 2 тапсырма: адасқан сөздерді тауып, сөйлеп құра. Дескриптор: тиісті дауысты дыбыс әріптерін орнына қоя алады, сөздерін орнын тауып, сөйлеп құрай алады. Сабағымызды қорытындылай келе, дыбыс дегеніміз не? Дыбыс деген, дыбысты біз естиміз, айтамыз. Әріп дегеніміз не? Әріпті біз көреміз,
жазамыз. Жарайсыңдар. Сөздер нелерден тұрады? Сөздер дыбыстардан тұрады. Дыбыстарды немен белгілейміз? Дыбыстарды әріппен белгілейміз. Жақсы. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты, дауыссыз. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Біз сабағымыздың мақсатына жеттік пе? Қане есімізге түсіріп, мақсатымызды қайталап шығайық. Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып, баяндау, сөздегі дыбыстар түрлерін дауысты, дауыссыз ажырату және дұрыс дыбыстау. Үй жұмысы. Пайдалы тағамдар, зиянды тағамдарды сәйкестендіру арқылы белгілейміз. Балық сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз балалар. Орындаған тапсырмаларымды WhatsApp желісі арқылы менің жекеме салыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.